Нұр-Сұлтан қаласы патрульдік полиция полкінде жеке құрамы сапқа тұрып, жаңа киім үлгісін салтанатты түрде көрсетті. Тәртіп сақшыларына арналған жаңа үлгідегі киім ішкі істер органдарын жаңғырту жол картасы тармақтарының бірі. Жаңа форма патрульдік полиция және сыртқы қызмет қызметкерлеріне арналған. Шара барысында басшылық тәртіп сақшыларының қызметке дайындығын және нысанды киіммен қамтамасыз етілуін тексерді. Жаңа формада бұрынғыдай галстук пен классикалық аяқ киім жоқ. Қауіпсіздікті күшейту ескерілген. Жаңа дизайн қызметкерлерге ыңғайлы, жұмысқа қолайлы. Учаскелік полиция инспекторы халықпен тығыз жұмыс жасағаннан кейін бізде киім үлгіміз ыңғайлы болуы керек. Сондықтан бұл қазірге берілген жаңа форма бізге ыңғайлы. Бүгін міне біз киіп тұрмыз форманы. Ертеңнен бастап осы формамен жұмыс жасай бастаймыз. Маған ең бірінші ұнағаны кроссовка, өзіңіз көріп тұрғандай өте ыңғайлы. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған азаматтарда, қылмыс жасаған азаматтарды қолаған кезде ыңғайлы деп айтсақ болады. Сондай-ақ бізде әрбір азаматша өзіміз таныстыра өтер кезде уже белгіленіп тұрады учаскелік полиция инспекторы деп. Бұрынғыда енді қалай айтсақ болады, көлік жоқ, үтіктеп, қыр салып, қиналмаймыз, аламыз, киеміз, кетеміз. Жаңа формада әртүрлі климаттық жағдай ескеріліп, әлем полициясына ортақ қара көк түс сақталған. Әр маусымға арналған жиынтық бар. Нақты не өзгерді? Бұрынғыдай металл бұйымдар жоқ. Кестеленіп тігілген погон. Сұр түсті полиция жазуы. Қала, облыс атауы бар эмблема. Қызмет түрі. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі эмблемасы. Кителдің орнына ыңғайлы жемпір. Ашық түсті жилет, жарық шағылыстыратын элементтер. Арнайы қолғап. Полиция жазуы ыңғайлы қара түсті. Учаскелік және патрульдік полиция қоғамдық тәртіпті күзетудің алдыңғы қатарында. Жаңа форма алдымен осы қызметке берілді. Маусымдық топтамамен ведомствоның барлық құрылымдары қамтылатын болады.